Келесі 678 есеп шығарайық. Біріншісі 0,15-тің квадраты. Ол дегеніміз 0,15-ті 2 рет көбейт деген сөз. Оның нәтижесі тең болады 0,125-ге. Келесі екіншісін шығарайық. Екіншісінде 0,13-тің 3-ші дәрежесі. Ол дегеніміз 0,13 санын 3 рет көбейт деген сөз. Оның нәтижесі тең болады 0,1027-ге. Келесі үшіншісін шығарайық. 0,108-тің квадраты. Ол дегеніміз сонда 0,108-ті 2 рет көбейт деген сөз. Оның нәтижесі тең болады 0,1064-ге. Келесі 1000-нан емес 10.000-нан 64-ге тең болады. Келесі төртіншісін шығарайық. 0,1011 санын квадратта дейді. Сонда 0,1011 көбейтілген 0,1011. Оның нәтижесі 0,000,000-нан болады. Миллионнан 121-ге тең болады екен. Келесі 679 есебіміз. Есеп құрастырыңдар және оны шығарыңдар дейді. Тіктөртбұрыштың ені берілген, ені бізде 3,8 сантиметрге тең екен. Ал ұзындығы одан 2,15 есе артық. Ұзындық бұған қарағанда, яғни 3,8 сантиметрге қарағанда 2,15 есе артық екен. Көбейтейік, сонда нәтижесі тең болады бізде 9,15 сантиметрге. Яғни ұзындығы 9,15 сантиметрге тең, ені 3,18-ге тең екен. Енді ауданды тапсақ болады, себебі тақырыбымызға сәйкес көбейту. 3,18 көбейтілген 9,15. Нәтижесі тең болады бізде 36,11 сантиметр квадратқа. Ауданы 36,11 сантиметр квадратқа тең.